Ассаламалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойына орай өткізіліп атқан ұлттық ат спортынан көкпардан халықаралық жарыстың ақтық кездесуі, яғни финал. Екі мықты команданың арасында өткелі тұр. Жамбыл облысының Әулие-Ата командасы мен Оңтүстік Қазақстан облысының командасының арасында. Оңтүстік Қазақстан облысының командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Бақтыбай Шырынқұлов, Рауан Жарменов, Асқар Оңғарбаев, Тілләбек Сүлейменов, Темірхан Айтбаев, Нұржігіт Мырзабаев, Еркебай Омарбек, Асланбек Сайдулла, Ақылбай Манкеев, Жаныс Саев, Ерлан Тойымбетов, Сырым Ізбасаров құрамында. Жамбыл облысының Әулие-Ата командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Нұрдәулет Момынов, Атамекен Рүстемов, Манарбек Дүйсенбиев, Ғалымжан Ақылов, Жұлдызхан Тайырбеков, Құлажан Тоғайбаев, Нұрболат Темірбеков, Ұлан Сейітов, Ерлан Жұмасаев, Датқа Момынов, Данияр Смаилов, Қайсар Махамбетов құрамында. Ал енді осы ойынға қазылық ететін төреші, ұлттық дәреже төреші Аманжол Қасенов, Астана қаласы. Қапталдағы төрешілер: ұлттық дәреже төреші Нұрхан Айтбаев, Оңтүстік Қазақстан облысы, және Бақтияр Ақбаев, Жамбыл облысының өкілі. Кендебай Әбішев, Алматы облысының өкілі. Мінекей 4-1-дей азамат осы ойынға төрелігін береді, әділдігін, туралығын айтады. Ал енді ақтық кездесу, осы жарыстың жеңімпазы осы ойында белгілі болады. Осы ойынға дейін жеңіліссіз келген екі команда бірінші, екінші орындарды сарапқа салады. Ал енді екі командаға тоқталып кететін болсақ, Оңтүстік Қазақстан облысының командасы Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы. Ауыл спартакиадасының жеңімпазы Петропавл қаласында өткен. Команданың құрамында мықты шабандоздармен жасақталған. Онда айтпай отыру керек. Қырғызстан Республикасы президенттің кубогының иегері атағын жеңіп алған шабандоздар. Мінекей алаңдағы төрешінің белгісінен кейін ойын басталып та кетті. Ал Жамбыл облысының Әулие-Ата командасына тоқталып кететін болсақ, Қазақстан Республикасының 6 дүркін жеңімпазы, халықтар ойынының жеңімпазы. Мінекей команданың қандай деңгейде екенін сіздер қазір естіп отырсыздар. Мінекей Серке көтерілді. Серкені қазір Оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы 8-ші нөмірде Асланбек Сайдулла көтерген болатын. Бірақ Серкеге Жамбыл облысының шабандоздары жармасып, жабысып жатыр. Серке кімде қалар екен? Асланбек Сайдулла командалық әріптесі Темірхан Айтбаев қауысты. Серке Темірхан Айтбаевтың тақымында. Мінекей Темірхан қазір ат тізгінін жіберіп, жал құйрығы суылдап, мерген қазандыққа келіп, мінекей Темірхан Айтбаев алғашқы салымға қол жеткізді. Құрметті ағайындар, есеп 1-0, ойынның бірінші минуты. Мінекей Темірхан Айтбаевты көріп отырсыздар. Сіздер қазір басымен көкпар алаңына шаншыла құлаған. Құласам құлайын аттан, бірақ Серкені қазанға лақтырып үлгерген осындай азаматты неге мықты демеске? Міне команданың мықты ойыншысы, нағыз батыр. Мінекей қараңыздар, аттан құлап бара жатып, Серкені қазандықтың ішінен бірақ шығарған Темірхан Айтбаевты көрдіңіздер. Есеп 1-0, Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының пайдасында. Темірхан Айтбаев 1982 жылы дүниеге келген спорт шебері. Төле би ауданы Ұзынарық ауылында. Қырғызстан Республикасы президентінің кубогының иегері. Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы. Астындағы сәйгүлік мерген Нұрболат Темірбеков қазір атынан түсіп қалды. Серкеге еңкею сәтінде Нұрболат көкпар алаңында жатыр. Мінекей ойын жалғасын табуда. Нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны. Мінекей сіздердің алдарыңызда, құрметті көрермендер. Мінекей Серкеге еңкею сәтінде Нұрболат қарсыласының атының мойнына соғылып, көкпар алаңына түсіп қалған жағдайы бар. Мінекей көрдіңіздер. Режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер көрдіңіздер. Алаңның жиегінде осы жарыстың бас төрешісі Қуан Құрамаев. Мінекей төрешілерге мұқият болуын ойын барысында ескертуде.
Құлажан Тоғайбаев мінекей серкені көтерген 6 нөмірде. Әулиеата командасының мықты ойыншысының бірі Құлажан Аттегенай. Құлажан серкені көтеріп шеңбердің сыртына шығарды да, бірақ серке көкпар алаңында қалды. Мінекей серкеге жармасқан Оңтүстік Қазақстан облысы командасының капитаны Еркебай Омарбек болатын. Бірақ Құлажан бұл сәтте серкені Еркебайға ұстатпай көкпар алаңына тастап кеткен болатын. Мінекей серке көтерілді. Қазір серкені 6 нөмірде Нұржігіт Мырзабаев атынан түсіп қалды. 5 нөмірде Әулиеата командасының шабандозы Жұлдызхан Тайырбеков басып апты. Серке Жұлдызханның тақымында. Команданың мықты ойыншыларының бірі Жұлдызхан Тайырбеков. Мінекей қараңыздар, жатын қалай ойнатып жүрген Жұлдызхан. Қазір қазандыққа жеке келген Жұлдызхан. Аттегенай. Жұлдызхан қазір серкені қазандыққа тастау мүмкіндігінен айырылды. Тастау керек еді. Мінекей қазандықтың төңірегінде Жұлдызханды қазір Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары жібермей, екі жағынан бірдей қоршап алған жағдай бар. Қазір 2-5-тік Темірхан Айтбаев, Жұлдызхан Тайырбеков. Серке Жұлдызханның тақымында. Атының басын ұршықша иірген Жұлдызхан тақымындағы серкені ешкімге бермей жүр. Міне, мықтыны мықты деу керек. Тас темір тақымды Жұлдызхан Тайырбеков қазір серкені тақымына басып алып, ешкімге берер емес. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы ең үздік шабандозы атағын жеңіп алған Жұлдызхан Тайырбеков. Есеп әзірге 1-0 Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының пайдасында. Мінекей қалайда Жамбыл облысының Әулиеата командасы есепті теңестіруге тырысуда, бірақ Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары да оңай жаңғақ емес. Ал енді Оңтүстік мінекей серкені қазір тартып алды. Тілләбек Сүлейменовтың тақымында. Команданың жас ойыншысы Тілләбек Сүлейменов мінекей қазір серкені ауысу сәтінде Аттегенай серкені көкпар алаңына түсіріп алды. Атының басын тежеп, командалық әріптесімен қабаттасып, сосын барып серкені тақымындағы қарсылы әріптесіне беру керек қой. Астындағы аты қарқындап бара жатыр. Командалық әріптесі жетемей бара жатыр. Серкені сол сәтте тақымынан шығарып, көрдіңіздер, Әулиеата командасының шабандоздары сол серкеге жармасқан сәтте серкені көкпар алаңына тастап кетуге мәжбүр болды. Мінекей серкені Жамбыл облысының Әулиеата командасының шабандозы еңкейген болатын. Серкені Ақылбай Манкеев көтерді. Мінекей Ақылбай Манкеев 9 нөмірде команданың мықты ойыншыларының бірі. Ақылбай қазандыққа жеке шықты. Мінекей Ақылбайдың салымы, құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Мұндай мүмкіндікті мүлт жібермейтін шабандоздың бірі Ақылбай Манкеев. Мінекей Ақылбай қазір екінші салымға қол жеткізді. Қараңыздаршы, режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер тағы да бір кереметтей салымға көз жеткіздіңіздер. Мінекей астындағы дауылатты сәйгүлікпен көкпар алаңда жатқан серкені іліп кеткен Ақылбай қазандыққа мінекей асықша шиіріп серкені тастаған сәтін көрдіңіздер. Есеп 2-0. Ақылбай Манкеев 1978 жылы дүниеге келген, Төле би ауданы Кеңесарық ауылында спорт шебері, Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы, Қырғызстан Республикасы президентінің кубогының иегері. Мінекей ойын жалғасуда. Есеп 2-0 Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының пайдасында. Мінекей көрдіңіздер, мықтылығын жасайды. Осы жарысқа тиянақты дайындалып келген Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары команда құрамындағы шабандоздарды ауыстырып, жаңа жас шабандоздармен команда құрамын толықтырып, осы жарысқа келген болатын. Мінекей Тілләбек Сүлейменов команда құрамындағы жаңадан команда құрамына алынған шабандоздың бірі. Асқар Оңғарбаев, Асланбек Сайдулла, сонымен бірге Ерлан Тойымбетов, Сырымыз Басаровтар,
жаңа жас толқындар команда құрамына алынған. Мінекей Ерлан Жұмасаев қазір Машат Қасқамен көкпар алаңының ортасында. Ерлан Жұмасаевтың тақымында, бірақ Ерланды Жанысаев қазір көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығаруға тырысуда. Қараңыздаршы, Ерлан Жұмасаев Әулие-Ата командасының мықты ойыншыларының бірі. Жамбыл облысының Байзақ ауданының тумасы Аят деген ай. Ерлан тақымындағы серкені тастап кетті көкпар алаңына. Қазір Тілләбек Сүлейменов еңкейген болатын, серкеге жете алған жоқ. Серкені Атамекен Рүстемов екінші нөмірде қазір еңкейген болатын. Атамекенде серкеге жете алмады. Серке көкпар алаңында жатыр. 1 минуттың ішінде серке көтерілмесе, алаңдағы төреші ойынды тоқтатып, серкені көкпар алаңында шеңберлердің біріне тастайтын болады. Ал енді Оңтүстік Қазақстан облысы көкпардың отаны саналатын болса, мінекей Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының шабандозы Нұрболат Темірбеков көтеріп басып алды. Команданың мықты ойыншыларының бірі Нұрболат Темірбеков, Жуалы ауданының тумасы, мінекей серкені тақымына басып алып, қазір Жанысаев тақымындағы серкені тартып алуға тырысуда, бірақ көріп отырсыздар, серке Нұрболаттың тақымында. Нұрболат мықты шабандоз, аударыспақтан Қазақстан Республикасының чемпионы, ауыр салмақта 80 килограммнан жоғары салмақ дәрежесінде. Ал енді Әулие-Ата командасының мықты шабандоздарының бірі. Міне қазір қазандыққа келген 2-1-дей Әулие-Ата командасының шабандозы естер екен. Мінекей салым, құрметті көрермендер, қарымта салым салынды қазір. Қараңыздаршы, Әулие-Ата командасының шабандозы Нұрболат Темірбеков командалық әріптесі Атамекен Рүстемовпен бірігіп қарымта салымға қол жеткізді. Нұрболат Темірбеков 1981 жылы Жамбыл облысының Жуалы ауданы Шымбұлақ ауылында дүниеге келген. Мінекей, көкпар мен аударыспақтан спорт шебері. Қазақстан Республикасының көкпардан да, аударыспақтан да чемпионы. Есеп 2-1. Мінекей қызықты да тартысты ойын. Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда өтуде. Кіші шеңберден серкені қазір Датқа Момынов білді. 10-шы нөмірде Әулие-Ата командасының шабандозы Датқа Момынов. Жаңа толқын жас шабандоз. Жастар арасындағы чемпионатта ысылып төселген шабандоз Ағабектің ұлы Датқа Момынов қазір серкені тақымына басып алып, серкені ешкімге берер емес. Тақымында серкені тартып алуға қазір Бақтыбай Шырынқұлов, Алатау мен Асқар Оңғарбаев 3-ші нөмірде, бірақ серке Датқаның тақымында. Серкені басқан шабандозды көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығару әдіс айла тәсілі, бірақ бұл жолы дұрыс орындалған жоқ. Серке әлі де сол Датқаның тақымында. Мінекей Датқа Момынов. Бәрекелде командалық әріптесі Манарбек Дүйсенбиев Датқаның атын тізгінінен ұстап алып, ұршықша иіріп қазандықтың жанына бірақ әкелген сәтті дер кезінде пайдаланған Датқа Момынов есепті теңестірді. Есеп 2-2. Құрметті көрермендер, қараңыздаршы. Міне Датқаның салымы. Міне режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер көріп асыздар. Атынан түсіп қалсам түсіп қалайын аттан, бірақ серкені қазандықтан бірақ шығарайын деген Датқа қазір есепті теңестірді. Датқа Момынов 1987 жылы Жамбыл облысы Айша Бибі ауылында дүниеге келген спорт шебері. Қазақстан Республикасының көкпардан чемпионы, жастар арасындағы чемпионатта ысылып төселген шабандоз. Әкесі осы Жамбыл облысына белгілі шабандоз Ағабек. Қырғыз-қазақ көкпарына араласқан Ағабектің ұлы Датқа Момынов. Қазір Құлажан Тоғайбаев серкені көтерген болатын, өкінішке орай көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Есеп 2-2. Мінекей
қызықты да тартысты кездесу. Нұрдәулет Момынов қазір лазермен жекпе-жекті жеңіп, Бақтыбай мен екеуінің арасындағы жекпе-жекте Серкені сол тақымына басып алды. Нұрдәулет Момынов команданың саха ойыншыларының бірі. Ал енді мен жаңа Оңтүстік Қазақстан облысының командасына тоқталып кеткен болатынмын. Көкпар десе оңтүстік, сол көкпардың отаны саналатын сіздер жақсы білесіздер. Жаппай көкпардың менің айтып отқаным. Ал енді командалық жүйеде көкпарда алғаш қолға алған осы Жамбыл облысының шабандоздары, осы Әулие-Ата командасы. Оны да айта отырайық. Сондықтан да Жамбыл облысының Әулие-Ата командасы Қазақстан Республикасының 6 дүркін жеңімпазы, халықтар ойынының жеңімпазы екеніне дау жоқ. Өйткені осы командалық жүйеде көкпарды алғаш қолға алып, осы командалық жүйені көршілес Қырғызстан Республикасының командаларымен алғаш ойнағанда осы Әулие-Ата командасының шабандоздары болатын. Оны да айта отырайық. Мінекей, ал енді сол Әулие-Ата командасының алғашқы құралып, сол команданың мықты болуына атсалысқан біздің Нәби ақсақалымыз, оны барлықтарыңыз білесіздер, Нәби Момынов. Команда құрамында ойнап жүрген саха ойыншының бірі Нұрдәулет Момыновтың әкесі Нәби Момынов. Бас болып, осы команданың мықты болуына атсалысып, көршілес Қырғызстан Республикасының көкпаршыларымен бірнеше рет үзеңгі қағыстырып, осы команданың шыңдалуына атсалысқан азаматтың бірі осы Нәби ақсақал болатын. Мінекей, қазір сол ақсақалдың бастауымен команда мінекей Қазақстан Республикасының 6 дүркін жеңімпазы, халықтар ойынының жеңімпазы екенін мен сіздерге айттым. Команда құрамында мықты шабандоздар ойнап жатыр. Ал енді осы ақсақалымыздың басқаруымен Орта Азияның біріншілігі өткен болатын Тараз қаласында. Сол Орта Азия біріншілігінің команда жеңімпазы болғанында Қазақстан құрама командасының сапында осы ойыншыларды жасақтау сол Нәби ақсақалға жүктелген болатын. Арнайы оқу жаттығу жиыны осы Жамбыл облысында өтті. Онда айта отырайық. Осында жаңағы федерацияның базы, арнайы тышқан баз. Бұрын сол тышқан өсірілген үлкен қора бола деген сол қораны федерацияға берілген. Сол федерация сол арнайы сол базда арнайы оқу жаттығуын жасап, сол Азия біріншілігіне дайындық жасаған болатын. Мінекей, ойын жалғасын табуда көріп отырсыздар. Қызықты да тартысты кездесу. Қазір Жұлдызхан Тайырбеков пен Еркебай Омарбектің арасындағы жекпе-жек. Жұлдызхан Тайырбеков қазір Серкені көтеріп өліп тақымына басып алды лазермен. Ал енді осы Нәби ақсақалымыздың қасында осы ұлттық спортымыздың жандануына атсалысқан азаматтар, осы команданың жасақталуына демеуші болған, аттарын берген азаматтарды мен айтып кетуім керек. Өйткені осы Нәби ақсақалдың інілері Ағабек, Ақылбек, Қалаубек, Сейсен деген азаматтар жақсы атсалысып, сонымен бірге қазір жаңа жас команданың демеушісі, команда құрамында 5 бірдей аты ойнап жүрген Қуат Исақов деген азаматты да айтып кеткім келіп отыр. Өйткені Жамбыл облысының Жуалы ауданының тумасы Қуат Исақов 5 бірдей атты осы командаға сатып алып әперіп, қазір осы команданың құрамында өнер көрсетуде. Ал енді сол Нәби ақсақалдың қасында бірге жүріп, осы команданың жасақталуына атсалысып, соның суығына да, ыстығына да көнген азаматтың бірі кәсіпкер Нұрланбек Тілебарыс. Оны да айта отырайық. Қазір команданың жетекшісі. Мінекей, Жамбыл облысының шабандоздары қазір Нұрдәулет Момынов. Не істер екен? Аят деген ай. Серкені қазандыққа ұрып Нұрдәулет өзі де атынан түсіп қалды. Көрдіңіздер,
Серке көкпар алаңының жиегінде жатыр. Сол серкеге таласып жатқан екі команданың шабандоздары серкені қазір Ақылбай Манкеев еңкейді. Серкені көтерген Ақылбай Манкеев. Бірақ Жамбыл облысының шабандозы Ақылбайдың тақымындағы серкеге жармасуда, бірақ серке Ақылбайдың тақымында. Манарбек Дүйсенбиев 3-ші нөмірде көріп осыдар. Әттеген-ай, қазір Ақылбай Манкеевті атынан алып түскен сәтін көрдіңіздер. Серкесімен қоса. Ал енді мынау Нұрдәулет Момыновтың барып қазанға ұрынған сәті. Жаңа мен айтып өттім, нағыз білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны, көкпар ойыны, құрметті ағайындар. Мінекей, Нұрдәулет Момынов, қараңыздар, режиссердің қайталап беру сәті. Атынан түсіп қалған Нұрдәулет серкені де қазандыққа жеткізе алған жоқ. Қазандықтың жиегіне ұрылған серке көкпар алаңында қалды. Нұрдәулет атынан түсіп қалған сәтін көрдіңіздер. Мінекей, құрметті көкпардың жанашырлары, ойынның екінші бөлігі де басталды. Есеп 2-2. Екі мықты команданың арасындағы кездесу қызықты да тартысты өтуде. Осы ойынның жеңімпазы Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы атамыздың 100 жылдық мерейтойына орай өткізіліп атқан халықаралық жарыстың жеңімпазы атанады. Қазір серкені тағы да Темірхан Айтбаев басып алды. Мерген атты сәйгүлікпен Темірхан Айтбаевтың тақымында. Мінекей, Темірханды қазір 3-1-дей Әулие-Ата командасының шабандоздары ортаға алды. Темірхан Айтбаев атын тоқтатып қалып қазандыққа тік шыққан. Аят деген ай! Темірхан тағы да бір мүмкіндікті қазір мүлт жіберіп алды. Қазандықты серкеге лақтыру сәтінде қолындағы серкені көкпар алаңына түсіріп алған Темірхан. Бірақ бұл жерде орай келгенді айту керек, Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының шабандоздары да дер кезінде қорғана білді. Темірханның астындағы мерген атты сәйгүлікті қағып үлгерген Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының шабандоздары серкені көкпар алаңына түсіруіне мүмкін жасады. Мінекей, серке Еркебай Омарбектің тақымында. Қарагерде Еркебай Омарбек. Мінекей, қазір көріп осыдар, командалық әріптесі Темірхан Айтбаев қауысты. Серке Темірхан Айтбаевтың тақымында. Не істер екен? Мінекей, қазандыққа қарай бет алған Темірхан Айтбаев. Қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт Темірхан Айтбаевты қазандыққа қалайда жібермеуге тырысып жатыр. Бірақ Темірхан Айтбаев мінекей қазандыққа тастауын тастадау. Бірақ көріп отырсыздар ма? Тағы да ат кейін қарай шегініп, Темірханның тастаған серкесі қазандыққа ұрынып, көкпар алаңына түсті. Мінекей қызық. Мына қызықты қараңыздаршы, не деген? Бір емес, екі мүмкіндікті қазір Темірхан Айтбаев мүлт жіберіп алды. Қазір ойын Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының басымдылығымен өтуде. Мықтыны мықты деу керек. Бұл ойында жақсы, тиянақты дайындалып келген Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары жақсы ойын өрнегін көрсетуде. Есеп әзірге 2-2. Ал енді осы Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарына да мен тоқталып кеткен болатынмын. Ал енді осы командалық жүйедегі көкпарға оңтүстік өңірінің шабандоздары, атбегілері, көкпардың жанашырлары сәл кейіндеу араласып, осы командалық жүйедегі көкпарға кейінірек мән берді. Онда айта отырайық. Ал енді осы командалық жүйедегі көкпардың оңтүстік Қазақстан облысында жандануына атсалысқан азаматтарды да айтып отырайын. Қазір 2 минутқа қарамарыға Манарбек Дүйсенбиев отырылды. Мінекей Темірхан Айтбаев серкені көтеріп, қазандыққа жеке келіп, 3-ші салымға қол жеткізді. Есеп 3-2. Темірхан Айтбаев, Төле би ауданы Ұзынарық елді мекенінің тумасы, Қазақстан Республикасының чемпионы, Қырғызстан Республикасы президентінің кубогының иегері. Мінекей, мерген атты сәйгүлікпен міне режиссердің қайталап беру сәтінде қараңыздаршы. 2-1-дей мүмкіндікті жіберген Темірхан 3-ші мүмкіндікті қалт жібермей 3-ші салымды
салды. Есеп 3-2 оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының пайдасында. Ал енді осы оңтүстіктегі командалық жүйеде көкпардың өркендеуіне, кең қанат жаюына атсалысқан азаматтарды атап өткім келеді. Ол оңтүстік Қазақстан облысы Көкбөрі Федерациясы, ат спорты қауымдастығы, оның президенті Нұрмахан Жолдас мырза. Мінекей, сол Нұрекеңнің бастауымен осы командалық жүйеде көкпар жақсы қолға алынып, сонымен бірге сол оңтүстік Қазақстан облысында қазір жоғарғы шеберлер мектебінің директоры Балғабай Елшиевті айтып кетсек болады. Өйткені осы оңтүстік өңірде қақаған қыста семинар өткізіп, бүкіл Қазақстан бойынша осы командалық жүйеде көкпардың қалай жандануына, оның ережесіне мән беріп, үлкен семинар өткізген азаматтың бірі осы Балғабай Елшиев. Сонымен бірге Нұрдәулет Мырзабаевты, мінекей осы командның жанашыры, қазіргі күнге дейін командның сол демеушісі десек болады. Сонымен бірге Дербісәлі Жетпісбаевты айтып кетуіміз керек. Ғани Ахметбаевты, қазіргі кезде командның демеушісі, жанашыры, сол команданы аттармен жасақтап, мықты аттармен, командның мықты болуын сіздер білесіздер, сол мықты аттармен жасақталған команда әр кезде мықты болады. Сол мықты аттарды алып беріп отқан демеуші ағалары, командның демеушілері, мінекей мен жаңа айтып өттім. Мінекей қазір Жамбыл облысының шабандоздары шабуылда Жұлдызхан Тайырбековтың тақымында Серке не істер екен? Мінекей Жұлдызханды қазандыққа жібермей жатқан сәтін көріп отырсыздар. Қалайда есепті теңестіруге тырысқан Жамбыл облысының Әулие-ата командасының шабандоздары, бірақ сол Жұлдызханның жанынан табылып, мінекей Асқар Оңғарбаев, Темірхан Айтбаев, екінші нөмірде Рауан Жарменов, мінекей қазір Жұлдызханның қазандыққа еркін баруына мүмкіндік бермей жатыр. Нұрболат Темірбеков қазір Серкенің тақымына басып алды. Командың белді ойыншыларының бірі не істер екен? Бірақ Асқар Оңғарбаев қазір Нұрболаттың алдында, Нұрболатты қалайда көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығаруға тырысуда. Мінекей қазандыққа келуін келді, бірақ Асқар Оңғарбаев Серкеге жармасып, Рауан Жарменов, мінекей. Ал енді тақымға басылған Серке оңайлықпен шықпайды. Ол палуан өкшесін қадап. Қараңыздар, Нұрболат Темірбеков. Әлі де сол Нұрболаттың тақымында Серкені шығар алмай жатқан оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары. Серке бірақ Нұрболат Темірбековтың тақымында. Өкінішке орай қазандыққа қайтадан бару керек. Мінекей қазір командалық әріптесі жетектеп Жаны Саев келді. Ғалымжан Ақылов қазір басып алды. Өкінішке орай Серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Қазір көкпар алаңындағы шеңберге тасталынады да, көкпар алаңының ортасындағы екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Қазақша айтқанда жекпе-жек. Мінекей Аманжол Қасенов, ұлттық дәрежеде төреші, Астана қаласының өкілі, елордада осы көкпардың өркендеп, кең қанат жаюына атсалысқан азаматтың бірі осы Аманжол Қасенов. Ұлттық спорт мектебінің директоры, Астанадағы Тұлпар атшабарының меңгерушісі. Мінекей қазір жекпе-жекті Бақтыбай Шырынқұлов жеңіп алды Алатаумен. Серке Бақтыбайдың тақымында. Мінекей сол тақымына басып алған Бақтыбай Жұлдызхан жармасып Серкеден ұстап тұр. Бірақ өкінішке орай одан ешқандай нәтиже шығар емес. Уақыт болса өтіп жатыр. Серкені басып алған шабандоз 2 минуттың ішінде шеңбердің ішінен шығуға тиісті. Мінекей Бақтыбай да қазір тізгінін қағып Алатаудың командалық әріптесі Темірхан Айтбаевқа қазір Серкені ауысты, қайнағасына пас берді. Мінекей Темірхан Айтбаев Бақтыбайдың қайнағасы, ондай отырайық. Мінекей шабандоздар осындай бір ата-бабамыздан келе жатқан қасиетті дәстүрді қайтадан жалғастырып жатқан жағдайы бар. Мінекей
Сынау таудың қызына айттырып шаңырақ көтерген Бақтыбай Шырынқұлов осы Темірхан Айтбаевтың қарындасына үйленген. Оны да айтып отырайық. Мінекей тағы да кезекті жекпе-жек. Бұл жолы Жұлдызхан Тайырбековтің мерейі үстем болды. Жұлдызхан Тайырбеков команданың мықты ойыншыларының бірі, Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Жаныс Саев қазір ардагер шабандоз Серкені тартып алды. Көріп отырсыздар, Жаныс мықты екен. Сынау Европаның төрінде қазақтың қанында бар төл спортымыздың жандануына ат салысып, сол Европада 24 мемлекет бас қосқан ат спорт фестивалінде өнер көрсеткен Жаныс Саев. Мінекей 1997 жылы Будапешт қаласында қазір команданың ардагер шабандозы, әрі жаттықтырушы, жастарды тәрбиелеп. Мінекей қазір Серкені жұлдыз көтерді, бірақ Бақтыбай дер кезінде қолды салып, мінекей Бақтыбай Серкені тартып алып, асыра қазір Алатаудың мінекей мықтыны мықты деу керек. Қараңыздаршы, Бақтыбай көтеріп, тартып, Серкені Жұлдызхан көтерген болатын. Көтеріп, тақымына басу сәтінде Бақтыбай Серкені ұстап қалып, тартып алып, аттың жалынан асыра өз тақымына басып алған жағдай бар. Міне, мықтылығын қашанда жасайды, мықты деуіміз керек. Бақтыбайдың қазір тақымына басып отқан сәті Жұлдызхан да оңай жігіт емес. Мықты шабандоздың бірі. Жұлдызхан жөнінде мен жаңа айттым. Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, Елтай елді мекенінің тумасы. Атақты Зұлпқар Ақсақалдың баласы. Сынау КСРО кезінде Краснодар, Пятигорск, Тбилиси, Москва атшабарларында өнер көрсеткен, республиканың құрама командасының сапында өнер көрсеткен шабандоз Зұлпқар Ақсақал мен Төлеш ағамыздың екі балдары өзара жекпе-жекте. Оны да айтып отырайық. Бақтыбайдың әкесі Төлеш Шырынқұлов, ол кісі де КСРО кезінде Қазақстан Республикасының құрама командасының сапында өнер көрсеткен. Мінекей, Серкені тақымына басып алған Бақтыбай Серкесін берер емес, ал Жұлдызхан қалайда тартып алуға тырысуда. Қазір Бақтыбай оң тақымына басуда Серкені. Уақыт болса өтіп жатыр. Серке Бақтыбайдың тақымында. Мінекей командалық әріптесіне ауысты. Қазір командалық әріптесі Серкені алды, бірақ тақымына баса алмай жатыр. Қараңыздаршы. Аят деген ай, Серкені тастап кеткен болатын. Серкені қазір Ақылбайман ке білді. Өкінішке орай көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Негізі бүгінгі ойында өздерінің мықтылығын танытып атқан Оңтүстік Қазақстан облысының командасы кіші шеңберден де, көкпар алаңынан да Серкені іліп жатқан, мықтылық жасап жатқан, ұйымшылдық жасап жатқан Оңтүстік Қазақстан облысының командасы екенінде дау жоқ, құрметті көрермендер. Мінекей қазір мінекей Нұрдәулет Момынов Серкені көтерген болатын. Темірхан Айтбаев, міне қараңыздаршы, аш белінен Серкенің қапсыра құшақтаған Темірхан Айтбаев Серкені қазір Нұрдәулетке тақымына басуына мүмкіндік бермей жатыр. Қараңыздаршы, Серкені аш белінен ұстап қапсыра құшақтап тартып тұрған Темірхан Айтбаев. Міне команданың мықты ойыншыларының бірі. Нұрдәулет қалайда тақымына басуға тырысуда. Нұрдәулет бір сирақтан қазір отырып Серкені тартып алып кетті. Аят деген ай, көріп отырсыздар. Бұл да әдіс айла тәсіл. Таралғының астынан өткізіп алдыңғы қолды аттың күшімен Серкені тартып әкеткен болатын. Бірақ Серкені көкпар алаңына тастап кетті Нұрдәулет. Мінекей, Серкені кім көтерер екен? 1 минуттың ішінде Серке көтерілуге тиіс. Тағы да Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары Жаныс Саев, міне командалық әріптесін айландырып жатқан Жанысты көріп отырсыздар. Серкені қазір
Әттеген ай, тағы да Серке көкпар алаңында қалды. Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының шабандозы Серкеге қолын жеткізіп, тартып алған болатын. Мінекей Ерлан Жұмасаев көтерді. Ерлан не істер екен? Команданың мықты ойыншылар ма? Әттеген ай, Ерлан Жұмасаев қазандықтың жанында қазір Серкенің тастауын тастады. Бірақ бұл жолы Ерланның орындауындағы әдіс-айла дұрыс болмады. Өйткені Серке қазандыққа ұрылды. Қазір Оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы Рауан Жарменов көтеріп тақымына басып алған болатын. Мінекей қазір режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер Ерланның орындауындағы қазір Рауан Жарменов өліп кетті. Мінекей Серке Рауанның тақымында болатын. Өкінішке орай Рауанда көкпар алаңының сыртына шығып кеткен екен. Тағы да кезекті жекпе-жек Нұрдәулет Момынов, Бақтыбай Шырынқұлов. Бақтыбай Алатау атты сәйгүлікпен Бақтыбайдың мерейі Алатаудай болып тұр қазір. Мінекей көріп отырсыздар, Серкені көтеріп тақымына басып алды. Алатаудың егесі Ғани Ахметбаев екенін айта кеткім келіп отыр. Екі сәйгүлікте Қырғызстан Республикасынан сатылып алынған сәйгүліктер. Қомақты ақшаға лазер атты сәйгүлік Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының сапында өнер көрсетіп жатыр. Мінекей Алатау атты сәйгүлік Оңтүстік Қазақстан облысы шабандоздарының құрамында Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарымен өнер көрсетуде. Мінекей көріп отырсыздар, Алатаумен жекпе-жекті жеңіп шыққан Бақтыбай тағы да көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Бақтыбай Шырынқұлов, мінекей Құлажан Тоғайбаев және 5-ші нөмірде Темірхан Айтбаевтың арасындағы жекпе-жек. Қазір мерген атты сәйгүлікпен Темірхан Айтбаев көкпар алаңына шықты. Құлажан көтеріп жатыр. Не істер екен? Құлажан тақымына басып алды. Құлажан да командадағы мықты шабандоздардың бірі. Жастар арасында чемпионатта ысылып төселген мықты шабандоздың бірі. Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы. Мінекей Серкені қазір Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары тағы да Серке көкпар алаңының сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек. Ал енді есеп болса 3-2, құрметті көкпардың жанашырлары. Бақтыбай Шырынқұлов, Құлажан Тоғайбаев. Кімнің мерейі үстем болар екен? Мені қараңыздаршы, қазір тағы да Алатау. Қараңыздаршы, екі ақылды жануар. Мінекей Бақтыбайға аңғай жасаған Алатау. Бақтыбай Серкені көтеріп, тақымына басып алды. Мінекей Бақтыбай Шырынқұлов, Төлеш Шырынқұловтың баласы. Әке жолын ұлғуар дейді. Мінекей команданың мықты шабандозының бірі Бақтыбай Шырынқұлов. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Жаңаталап елді мекені. Қазір Серкені тақымына басып алған Бақтыбай Құлажанға Серкені берер емес, уақыт болса өтіп жатыр. Бірақ 2 минуттың ішінде Серкені басып алғаннан кейін 2 минуттың ішінде шығып кету керек сол шеңбердің ішінен. Алаңдағы төрешіде мінекей Бақтыбай Шырынқұлов қолын көтеріп, қазір Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары бұл кездесуде жеңіске жетті. Есеп 3-2. Мықтыны мықты деу керек, құрметті көрермендер. Осы жарысқа тиянақты дайындалып келген арнайы оқу жаттығу жиынын өткізіп, команда құрамын жаңа жас толқындармен толықтырған Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары осы батыр атамыз Бауыржан Момышұлының 100 жылдық мерейтойына орай өткізілген халықаралық жарыстың жеңімпазы атанды. Есеп 3-2. Мықты, қашанда мықты. Мінекей көріп отырсыздар. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы, әскери патриоттық және спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын.